Сабақ тақырыбы тері аурулары және гигиенасы. Тері үнемі ауру тудыратын микроағзаларға және басқа да қолайсыз жағдайларға ұшырап отырады. Тері жұқпаларын үлкен 3 топқа бөлуге болады. Бірінші, бактериялар тудыратын тері аурулары, мысалы безеу бөртпелері. Екінші, патогенді саңырауқұлақ тудыратын тері аурулары, мысалы теміреткі. Үшінші, паразит жануарлар тудыратын тері аурулары, мысалы кене арқылы болатын қышыма ауруы. Тері жұқпаларының қауіптілігі қоздырушылар тері арқылы өтіп, қан тамыр және лимфа арқылы енетін болса, онда жылдам көбейіп, терең орналасқан ұлпалар мен мүшелерді, сүйек пен бұлшықеттерді зақымдайды. Сондықтан мұндай жағдай байқалған кезде міндетті түрде дәрігерге, дерматологқа қаралу керек. Терінің кең таралған саңырауқұлақ тудыратын ауруларының бірі теміреткі. Ол теріні, шаш пен тырнақты зақымдайды. Теміреткі пайда болған жерлерде шаш түсіп қалады, тері толық тықырланады. Саңырауқұлақ ауруының жұқтыру көздері өсімдіктер, жануарлар, ауру адамдар және олардың қолданған жеке заттар арқылы жұғады. Сондықтан басқа адамның тарағын, жеке бас гигиена заттарын пайдалануға болмайды. Мал шаруашылығы мен үй жануарларын күту кезінде гигиена ережелерін қатаң сақтау керек. Тағы тері ауруларының бірі қышыма қотыр, яғни бұл ауруды өте ұсақ, яғни ұлғайтқыш құралсыз көруге болмайды. Қышыма қотыр кенесі тудырады. Кене саусақ арасында, аяқ және қолдың буын бүгілістерінде, тері астында болады. Негізгі ауру белгісі аталған жерде тоқтаусыз қышу пайда болады. Қышыма қотыр жұғу жолдары қол алысқанда, есік тұтқасының арқылы, ауру адамның тұрмыстық жеке заттар арқылы жұғады. Қышыма қотырдың алдын алу бастапқы шарасы гигиена сақтау, аурудың белгілері байқалған кезде дәрігерге қаралу керек. Безеу бөртпелері бұл терінің сыртқы, яғни бактерия әсерінен болатын аурулар, немесе ішкі жағдайда, яғни зат алмасу, гормондық өзгерістерге байланысты болады. Безеу бөртпелерімен күресу медициналық емес әдісі теріні таза ұстау. Тері саңылауы шаң тозаң бөлшектерінен бекітіліп қалмауы керек және бетті 2-3 рет тазарту керек. Бактериялық типті безеу бөртпесі дамымайды. Алдын алу шараларына тоқталсақ, ауру қоздырушылары ауада және заттардың бетінде ұзақ уақыт тіршілік етеді. Сондықтан оларды хлорамин ертіндісімен ылғал шүберекпен сүрту қажет. Тері зақымданған кезде, кесілген немесе кез келген жара түскен кезде антисептикалық заттармен өңдеу керек. Жұқпаның кейбір қоздырушылары ауруды дамытпайды, теріде ұзақ уақыт тіршілік етуі мүмкін. Егер ағза әлсіресе, оның қорғаныш күші төмендеп, қоздырушылар агрессиялық кезеңге өтіп, ауру дамуы мүмкін. Иммунитеттің әлсіреу себептері қандай да бір аурумен ауыру, авитаминоз, антибиотиктерді бақылаусыз қабылдау әсерінен болады. Иммунитетті жалпы нығайту, дұрыс тамақтану, жеке бас гигиена ережелерін сақтау тері жұқпаларының алдын алу шаралары болып табылады. Тері гигиенасы, терінің лас болуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін. Сондықтан күн сайын душқа түсіп, дененің ашық бөліктерін, аяқ қолды, мойынды және тағы басқа жүйелі түрде жуынып отыру керек. Қолды жумай бет терісін ұстауға болмайды. Жеке бас гигиенасын сақтамау көптеген тері жұқпаларына себеп болады. Тері және оның қосымша түзінділерін, яғни шаш, тырнақ таза ұстау керек. А дәрумені жетіспеген кезде тері құрғап, жарылып кетеді. Шашты оның түріне қарай күту керек. Шаш майлылығы жоғары болған кезде оны жиі жуу қажет. Аяқ пен қол тырнақтарын уақытында алып отыру қажет, өйткені тырнақ астында микроағзалар жиналады. Тырнақ маңайында кез келген жара немесе зақымды сутегі тотығымен, иодпен, зеленкамен және тағы басқа заттармен залалсыздандыру қажет. Тері тазалығы мен саулығына киім мен аяқ киім де әсер етеді. Егер киім мен аяқ киімі жасанды теріден ауа өткізбейтін материалдан жасалса, онда теріге зор зиян келеді.
лас тері өз қызметін толық атқара алмайды және тері ауруларына ұшырайды. Сондықтан киім мен аяқ киімге қойылатын басты талап ауа өткізуі және ылғал сіңуі қажет. Енді оқу тапсырмасы: бірінші тапсырма бойынша кестені толтыру, екінші тапсырма бойынша тері гигиенасы туралы ережелер құрастырыңыздар. Тапсырма жауабын бірге тексерейік. Теміреткі, қоздырғышы саңырауқұлақ белгісі шаштың түсуі, терінің тықырлануы, тырнақтың зақымдануы, алдын алу шаралары: бөтен адамның тарағын, киімін, басқа да жеке заттарын қолданбау, жануарларды күткенде гигиена сақтау. Қышыма қотыр, қоздырғышы кене белгілері: саусақ арасы буын бүгілістерінде қатты қышудың болуы, алдын алуы, жеке бас гигиенасын сақтау, дәрігерге қаралу. Безеу бөртпелері: қоздырғышы бактериялар немесе гормондық өзгерістер. Белгілері: бөртпелердің пайда болуы, алдын алу, теріні таза ұстау, бет күтімі. Екінші тапсырманы дәптерге өздеріңіз орындап шығыңыздар. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы. Келесі кездескенше.